Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ, оңай жасалатын медовик торын жасайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызды газға қойып, 3-4 қасықтай балымызды салатын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Бір араластырып алғаннан кейін шай қасығымызбен 1 қасық содамызды салып, көпіргенше жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін сары майымызды салып, тағы да бір жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін бөлек ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы керек, 4 жұмыртқамызды жарып аламыз. Миксеріміздің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қантымызды салып отырып, жақсылап бір келкі масса жасайтын боламыз. Массамыз дәл осындай әппақ пена болуы керек. Одан кейін балымызды жайлап құйып отырып, тағы да бір келкі ғып араластырып алатын боламыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды салатын боламыз. Примерно 1-2 кружкадай ұн салып, қасығымыздың көмегімен лопаткамыздың, яғни жақсылап бір келкі ғып араластырып аламыз. Ыдысымызды алып, пирогымызды құйып, 180 градуста қызып тұрған пешімізде 15-20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Пешіміз міндетті түрде қызып тұрған болуы керек. Пирогымыз піскенше крем жасайтын боламыз. Ол үшін бізге сүт қажет. Сүт құйып аламыз ыдысымызға. Оған қантымызды саламыз да, венчигімізбен жақсылап араластырып алып, 3 қасықтай үлкен қасықпен ұн салып, араластырып аламыз. Бірақ салмаңыздар, бір-бірден салып араластырасыздар. Және де газымызға қойып, қоюланғанша араластырып аламыз. Қоюланғаннан кейін майымызды салып араластырып аламыз. Мінеке біздің бисквитіміз дайын болды. Қағазымыздан шығарып алатын боламыз бисквитімізді. Және тура ортасынан 2 бөлікке бөліп аламыз. Шеттерін алып тастайтын боламыз. Енді бисквитімізді, яғни тортымызды жинаймыз. Барлығын осы видеодағындай жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде торттарыңыз өте жұмсақ болып шығады. Барлығын жинап болғаннан кейін ең үстіне жаңағы өзі бисквиттің шетін саласыздар. Тортымыз дайын болды. Өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаса, маған тіркеліп, комментарий жазып, қоңырау белгісін баса кетіңіздер. Рахмет.